қарапайым адам, оның әр қайсысы юридический білімі жоқ, оның экономикалық білімі жоқ. Немесе жаңағы математиканы білетін, ипотеканы, процентті, үйдің документі, шаршы метр дегенді білуге тіпті міндетті де емес ол. Ол өзі врач болса, ол сол өзі медбике болса, сол медбикенің жұмысын біледі. Бұл профессионализм деп айтады, өзінің узкий направление. Ал бізде мемлекет бүкіл нәрсені сен өзің білу керексің, универсал қылып тастаған бізді. Универсал бар жерде, ол жерде шыңы болмайды мамандықтың. Сондықтан да бұл жерде мынандай блогерлердің өзі де үйдің сыртына қарап, мына әдемі, мынаны салайық, ең соңында бір нәрсе болса, бізде алдандық деп құтылады. Ол дұрыс емес. Яғни сізде қанша аудитория бар, сіз жауапкершілік алу керексіз. Сондықтан қарапайым халыққа өкініштісі ауыр. Шынымен де сол каждый юрист болуға, каждый құрылыс маманы болуға, каждый экономикалық жаңа білім болуға міндетті болып қалды қазір үй алу үшін. Өйткені сіз тіпті интернетте бар, біздің Досаевқа қойған сұрағында бар. Сізден бұрынғы әкімшілік рұқсат берген үйге біз сол кезде ақша салғанбыз дейді. Ал қазір келіп, сіз соны заңсыз деп алып қойдыңыз дейді. Сонда біздің кінә не деген сұрақ шығады. Тура осылай сұрақты қойды. Әкімнен жауап болған жоқ ешқандай да. Бітті. Не көрдіңіз бе? Сонда риск, яғни жаңағыдай ең қауіпті нәрсе адамдардың өзінің иығына түсіп отыр. Былай айтқанда, бізде ондай үйлер өте көп. Яғни адамдар алғашқы жарна 20% кредит алып барып құяды, осы жылдың аяғында бітеді деген сөзіне сеніп, бірақ 10 жыл болды әлі бітпей жүргендер бар. Ал мемлекетке барып оны шағымды айтайын десе, сіз бұл жерге заңсыз ақшаңызды құйғансыз. Бұлардың яғни заңды түрде ақша тартуға, сіздердің салымшылар тартуға құқығы жоқ еді, сіз соны тексермегенсіз дейді. Көрдіңіз бе? Бұндай система ешбір елде жоқ. Бүкіл Запад, яғни батыс елдерінде бұндай шара жоқ. Жалпы енді бізде 2024 жылы тұрғын үй нарығы қалай өзгереді? Халықты алда не күтіп тұр? Так, мен айтар едім, халықта бізде бірінші кезекте үйдің бағасы тоқтамайды, өсе береді. Мына уақытша тенденция деп айтар едім, егер Құдай сақтасын бізде ары қарай жер сілкінісі болмаса, бұл тенденция жаңа біздің қорқыныш үрей, жер үйге деген сұраныс азаяды. Яғни үлкен биік зәулім ғимараттардан қорқу басылады. Өйткені біз қарайтын болсақ, өткен жылдың ровно бір жыл бұрын бізде Турциядағы осындай жер сілкінісінен адамдар қатты қорқып үй алмайды деген болатынбыз. Ол бір шамамен бір-екі аптаға ғана тоқтады да, ары қарай қайтадан кетті. Сіз қазір қараңыз, кез келген бітпей жатқан үйге барсаңыз, барлығы сатылып кеткен. Және жер сілкінісінен кейін қазір барып қараңыз, ешқайсы үйін қайтып беріп жатқан жоқ құрылыс компаниясы. Барлығы алып жатыр. Неге? Ол қорыққанмен одан амал жоқ басқа. Оны қайтып алатын болса, одан құрылыс компаниясы пеня штраф ұстайды біріншіден, және де сонша уақыт бойы салып қойған ақшасы күйіп кетеді. Сондықтан бұл жерде ешқайда баратын жер жоқ. Ал осы жылға келетін болсақ, үйдің бағасы өсе береді. Неге? Біріншісі бізде инфляция бар, екіншісі адамдардың жалақысы өсіп жатыр, материал қымбаттап жатыр, логистика бізде, мысалға өйткені құрылыс ол бір ғана тоқпен тоқты жалғап свет жаға салатын нәрсе емес. Яғни бұл жерде ауа райы әсер етеді. Құжаттар бар, акиматпен рұқсат қағаз керек болады. Және де құрылыс материалдары бар келетін шекарадан. Оның бәрі қазір мысалы жанармайдың өзі қымбаттап жатқаннан кейін, оның барлығы үйдің бағасына тікелей әсер етеді, жалақыға әсер етеді деген. Сондықтан бір қалыпты орында үйдің олай тұрып қалуы тіпті мүмкін емес. Мен түсу туралы емес, бір орында тұрып қалу өзі мүмкін емес. Ол қымбаттамаса түспейді. Негіз жоқ оған. Өйткені экономика қазір бізде дұрыс жұмыс жасап тұр, дұрыс экономика бар жерде үй бағасы өсе береді деген сөз. Ал мына жер сілкінісінен кейін бізде жер үйге деген сұраныс күрт артты. Бұған не айтасыз? Бұл уақытша деп айтар едім. Неге? Өйткені жер үйдің барлығы бізде Алматыдан алыс жерде орналасқан. Адамдарға экономикалық тұрғыдан тиімді емес алыс жерде тұру біріншіден. Олар ертең уақыт өте келе шаршайды, сөйтіп тағы да қаланың ортасына келуге дұрыс сәйкес келеді. Өйткені әлемдік тренд мобильность деген нәрсе бар да, біз мобильді болу керекпіз. Яғни бұрында адамдар үйді алып алады да, кейін жұмыс іздегенде мен үйіме алыс екен деп жұмысты таңдайтын. Үйіне байланысты. Қазір адамдар керісінше бірінші жұмысты таңдайды да, жұмысқа байланысты сол жерге көшіп бара салады, арендаға тұра салады деген сияқты. Көрдіңіз бе? Не, осындай нәрсе. Сондықтан жер үйде тұру ол уақытша деп айтар едім мен. Яғни қазіргі мына ажиотаж ол уақытша. Қазір шынымен де жер үй сататыннан бағасын өсіріп алған, оған сұраныс көп болып тұр. Әрине үлкен кісілер, мына қалаға байланысы жоқ адамдар тұруы мүмкін ол жерде. Ал күнделікті мына драйвер экономика жастар, мысалға, олар қалада жұмыс істейтін болғаннан, негізгі жұмыс орындары бізде қалада болғандықтан осы жерден ол алысқа кете алмайды. Енді жер үйдің бағасы ол бәрібір уақытша деп тұрсыз ғой. Осы сәтте, осы ажиотаж кезінде көп қабатты үйдің бағасы
төмендемей ма? Мен ойламаймын, ешқандай да төмендемейді. Себебі халықтың басқа мүмкіндігі жоқ бұл жерде. Бірінші кезекте, мысалға, менің 3 балам бар дейік. Мен қаланың ішінде тұрамын. Осы жер сілкінісі кезінде 3 баламен 3 есе қиын болады екен. Оны әрқайсысын қолыңа алып жетектеп жүгіру далаға деген сияқты. Енді ойлаңыз, 3-еуі де мектепке барса, немесе 3-еуі балабақшаға барса, сіз сонаны Талғар жаққа апарып көшіресіз ба мектебін деген сұрақ шығады. Ол балаға тройной стресс қой, жаңа мектеп, жаңа орта, барып келу. Сондықтан, яғни бір нәрсе ғана әсер етпейді бір шешім шығаруға, оған жан-жақтан әсер ететін нәрселер бар. Сондықтан ол бірінші жер сілкінісі болды, одан кейін ол уақытша, яғни ұзарған сайын уақыт ол ұмытыла береді деген сөз. Бізде сол бірінші жер сілкіністен кейін мен осы киіммен ұйықтап, кәдімгі түсімде бір төбемізде біреу секірсе балалары жер қимылдап жатыр деп ойлайтын. Осыған мен сезбейтін дауыстарды енді мән беретін болдым. Ол бірақ уже уақыт өте келе ұмытыла бастады. Сондықтан да бұл үйдің бағасына әсер етпейді. Керісінше осылай кете береді үйдің бағасы. Қазір жаңа қайталап айтамын, сіз кез келген құрылыс компаниясына барсаңыз, ешқандай бос үй жоқ қазір. Түсінікті. Енді бізде халық арасында пәтерді қай уақытта алған тиімді деген. Халық қай айда алса ұтылмайды. Өзі біз сондай халықпыз негізі. Бір күшті бір моментті күтеміз, сиқырлы таблетка, мұғжиза, бір нәрсе болып кетсе, мынандай болып кетсе деген сияқты. Бірақ та адам кішкене реалист болу керек, шынайы қарай білу керек. Үйді алатын уақыт болмайды, менің ойымша. Менің жеке пікірім, қашан ақша бар, сол кезде алу керек деп ойлаймын. Әдетте мынандай бір жаңағыдай болатын еді ғой. Мысалы, қыста алу керек, көктемде алу керек деген сияқты ондай нәрсе. Менің ойымша қазір мысалға қараңыз, менің ойымша адамдар қазір бәрі ақылды. Мысалға үйді сататын ол компания, немесе қолдан алатын болсаңыз бір адам сатады. Сіз өзіңіз жазда жүрсіз мысалға да, үйіңіз қымбат болып тұр. Мен қымбат арзанға жазда қыста сатайын деген сөз бола ма адамда? Ондай болмайды ғой. Мысалға да егер қарайтын болсақ. Сондықтан ондай қазір бір сезон деген нәрсе өтті. Сезон ол сезонный нәрселерде болады. Мысалы киімде болады. Қыста киеді, кимейді. Жазда киетін футболканы қыста кимеуі мүмкін. Ал үй ол бізге 4 сезонда да керек. Сондықтан менің айтарым ең күшті момент бізге қай кезде сізде ақша бар, сол кезде алу керек. Мысалға, сізде қазір жаздың кезінде 7 миллион ақшаңыз бар деп. Сіз қазір үйді алайын деп тұрсыз, 35 миллион үйін 20% құйып. Сіз ойлайсыз, жоқ, мен қыста алам дейсіз. Кім кепіл қыста сіздің сол 7 миллион сізде сақталатынына біріншіден. Немесе 14 миллионға көбейетініне. Немесе үйіңіз қымбаттап кететініне. Немесе банктың сол ипотекасының жоқ болып кететініне. Сондықтан біздің Қазақстанда кез келген уақытта қаңтар уақиғасы немесе жаңағыдай ковид болады. Сондықтан бұндай ипотеканың бар жоғалып кетуі, ешқандай ол бір отбасы банктың өзі бір жылдың ішінде 7-8 рет өзінің шарттарын өзгертті. Ол шарттарының кесірінен қаншама халық қазір зардап шегіп, құрылыс компанияларының үйін ала алмай, ақшасын шешіп алайын десе, салған ақшасының жартысын алып қойып жатыр. Сондықтан ол жерде мен айтар едім, қай кезде ақша бар, яғни бүгінгі күнмен өмір сүру керек. Біздің халық өзі сондай, кезінде жақсы еді, болашақта жақсы болады. Яғни біз дәл қазіргі моментпен өмір сүруді білмейміз, карп дием дейді ғой, қазіргі моментпен. Сондықтан қазір ақша бар ма, қазір алу керек. Түсінікті. Достар, бізде енді өте өзекті тақырып көтеріліп отыр. Сондықтан да биыл баспана алуды жоспарлап жүрген жақындарыңыз болса, осы сілтемені жіберіңіздер, тікелей эфирді көрсін. Және де біздің Қайрат ағаға қояр сауалдарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Арнамызға тіркеліп, әлеуметтік желіден бақылауды ұмытпаңыздар. Аға, жаңа сіз ипотека деп айтып қалдыңыз ғой. Жалпы өзіңізде Инстаграм желіде осы алғашқы жарнасыз үй алуды көбірек насихаттайтын сияқты болып көрінесі жеке маған. Қалай дедіңіз? Жалпы алғашқы жарнасыз, әрине ол енді бізде басқа нұсқа жоқ. Дегенмен осы ипотека деген нәрсе бұл халықты қанау емес пе, қалай ойлайсыз? Так, өте халықтың көкейіндегі сұрақты қойдыңыз деп ойлаймын, Айғаным, рахмет. Ипотека халықты қанау болса, қараңыз, біз күніне 100 адамдарға банк арқылы өтініш тастаймыз. Ипотекаға сұраныс, банктен сұраймыз, өтініш тастаймыз. Соның 90-ына отказ келеді, яғни бермейді банк келісімін. Сонда сұрақ шығады, егер банкке сіз шарты бойынша 50%-ын құйып отырсыз, төлем қабілетіңіз бар, кредитный сөреңіз таза, несие тарихыңыз, өзіңіз келіп өтініш тастайсыз, сізге отказ береді. Неге? Сонда бүкіл шартынан өтіп тұрсыз. Банк қанағысы келсе бізді ипотекамен, неге ол барлығына соны бере бермейді деген сұрақ шығады. Кредитный историясында қарамасын, төлем қабілетінде қарамай, неге бере бермейді? Неге ол 50% сұрайды шартын? 50%-ға ақыры банктың ақшасы бар екен,
алғашқы жарнасы 100% неге бермейді деген сұрақ. Егер ол қанағысы келсе. Тіпті сіз қазір қараңыз, екінші деңгейлі банктерде 18,5-19% жылдық өсім. 20 миллион үйіне мысалға қараңыз, сонда бір жылда 2 миллион қосылады. Соның өзіне адамдар келісім беріп, өтініш тастайды, бірақ соған отказ береді банк. Неге? Ондай пайдадан не үшін ол бизнес деп қарайтын болсақ, банк бас тартады деген сұрақ шығады. Өйткені ол шектеулі бізде ақша саны. Біріншіден. Екіншіден, біздің Қазақстанда инфляция өте қатты. Сізге қазір банк қолынан өзінің 10 миллион теңгесін берсе, 10 жылдан кейін сізден оны 30 миллион қылып ала қойсын. Алайда ол ақша 30 миллионыңыз. Сол 10 жыл бұрынғы 10 миллион теңгеден де құнсыз болады олар үшін. Өйткені олар ақшаны доллармен шетелден алған кезде, қазіргі 10 миллион сіздің бір 100 мың доллар деп ала салайықшы, 10 жылдан кейін ол 30 миллион теңгеңіз 100 мың долларға жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан, және бірінші мәселесі, екінші артықшылығы, сіз үйді алдыңыз пайызбен. Сізді қанап жатыр дей қояйық. 10 жылдан кейін үйіңізді сататын кезде сіз үстіне 10 есе қойып сатасыз ғой. Менің примерімді айтайын. Мен 2018 жылы 8 миллион 700-ге алдым үйді. 18 жылы. 21 жылы ровно 20 миллионға саттым. 2,5 миллион переплатасына. Сонда кім ұтты бұл жерде бар? Мәселе. Көрдіңіз бе?